Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен куриная грудканы, яғни духовкада жасайтын боламыз. Мен сіздермен Дана Мырзакулова, каналыма қош келдіңіздер. Ал ендеше не қажет, соған кірісейік. Тауықтың бүтін өзі қажет. Міне, бүтін өзі. Алелді аласыздар ма, өздеріңіз білесіздер енді ол жағын. Одан кейін соя соусы және де міне чим деген осы соус қажет. Қазір біз суда алдын ала қайнатып қоямыз. Осыны бір қайнатып аламыз. Ыстық қайнап тұрған суға міне тауықты полный салып жердім. Және де осы соусымызды міне саламын. Міне. Сонымен қатар соя соусымды саламын. Және осыны жарты сағаттай қайнатамыз. Все, осы жеткілікті. Қазір үстіне су құямын, сәл батып тұру үшін жарты сағатта қайнатамын. Тауықты жаңа суға қайнатып алдық. Енді сыртына қазір мен жағып духовкаға салатын болам. Не үшін біз қайнатып алдық? Яғни бірден духовкаға салатын болсақ, бізде ортасы шикі піспей қалуы мүмкін, әрі қатты болып қалады. Ал біз қайнатып алдық, қазір жұмсақ болып шығатын болады. Енді қараңыздар, 2 ас қасық мед салдым. Оған соевой соусты салам. Тура жаңағыларды салам, просто мед қой қосқаным. Міне. Осыдан да салып бір араластырып, осының үстіне полный жағып духовкаға салатын болам. Примерно бір 30 минутқа салам, 180-200 градусқа саласыздар. Міне мынаны былай араластырып аламыз. Осылай қып-қызыл болып тұрады. Әрі аппетитті де ашады, әрі дәмі де жұмсақ болып шығады. Міне жағып шығып жатырмын барлық жеріне. Полный ішіне барлық жеріне жағып шығам. Духовканы алдын ала қыздырып алдым. 180 градусқа кетеді. Одан кейін дайын болған соң сіздерге көрсетемін. Тауық бізде духовкадан қазір ғана шықты. Дайын болды. Қараңыздар. Сочный болып тұр. Қараңыздар. Қазір кішкене ыстық қолыма неудобно болып тұр. Міне жұмсақ болып тұр. Бөлінгеннің өзінде де. Көрдіңіздер ғой. Міндетті түрде осыны жасаңыздар. Және де бұны бетіне қамыр етіп жасап шықсаңыздар болады. Дастарханға қойған кезде де жақсы, немесе өздеріңіз тамақ ретінде қасына күрішпен, подливамен жасасаңыздар да болады. Каналға міндетті түрде тіркеліңіздер, яғни сіздерге мен қандай видео салсам да сіздерге бірінші болып шығып тұрады. Және де колокольчикті басып қойыңыздар, сіздерге бірінші болып көріну үшін міндетті түрде лайк басып, келесі видео шығуына шабыт беріңіздер. Ал ендеше сәттілік.